Бәріңе сәлем достар, менің атым Ақгүл. Және менде өте біртүрлі фобия. Бұл менің фобиям барлықтарына біртүрлі және жаман көрінуі мүмкін. Менің фобиям кептерлер. Бұл ешқандай кінәсі жоқ құстар менің жыныма тиеді және ашуландырады. Менің фобиям жайдан-жай пайда болған жоқ. Маған 6 жас болған кезде ата-анам Венецияға барды. Ал ата-анам ол жерде болуды қатты армандаған еді. Сол аулада көп кептерлер болды. Мен осынша көп кептерлерді бір жерде көрген кезде өте қатты таңғалдым. Адамдар оларға жем беріп жатқан кезде мен де оларға жем бергім келіп кетті. Анам маған арнайы жем сатып алды да алақаныма кішкене сеуіп берді. Ал келесі минуттарда айналамның барлығын көп кептерлер қоршап алды. Ең басында барлығы өте қызық болды. Содан соң құстардың арасында көп талпа басталды. Ал мен ол жерде өзім жалғыз ғана қалып қойдым. Бір кезде кептерлер тамаққа таласып төбелесе бастады. Менің төбемде қара бұлттар тұрған сияқты болды. Құстар сол жерде айқасты, төбелесті. Тіпті менің киімімді де бүлдірді. Мен айғайлай алмадым, себебі менің бетімді де жырып жұртты. Ал құстардың барлығын қуып жіберген кезде мен қатты жыладым және қатты қорықтым. Мен сол кезден бастап кептерлерден қорқамын. Бірақ осы ұзақ жыл бойы созылып келе жатқан фобиямды ешкімге айтпадым. Себебі мен бұның өте біртүрлі екенін білемін. Негізінде адамдар өрмекшіден, жыланнан, клоуннан қорқады, ал мен болсам кептерлерден қорқамын. Сондықтан жақын адамдарымның барлығы менің бұл фобиям туралы білмеді. Өкінішке орай бұл мені өте жаман нәрсеге әкелді. Мен 15-ке толып өзімнің туған күнімді жасап жатқан кезде достарымнан шақырам деп шештім. Біз ата-анамызбен керек заттардың барлығын дайындап қойдық. Және де мен бұл өмірімдегі өте керемет туған күн болады деп ойладым. Бірақ әрине де есте қалады. Себебі мен барлығының алдында өте ұятқа қалдым. Достар мені құттықтауға келген кезде олар өздерімен бірге тордың ішіндегі әппақ көгершінді алып келді. Мен ол кезде өте қатты шокта болдым және не айтарымды білмедім. Мен оларға мен жақсы сияқты көрінгім келді, өте керемет деген сияқты, бірақ менің ішімде барлығы толып тұрды. Яғни мен өте қатты қорқып тұрдым. Менің құрбым Айдана мені құшақтады да, менің кішкентай арманым орындалды деді. Осы кезде менің есіме түсіп кетті. Айдана екеуміз мектепте тұрған кезде Айдос досымыздың үйіндегі құсының суретін көріп тұрғанбыз. Ол да таңғалды. Содан соң мен оған осындай туралы армандаймын дедім. Бірақ менің туған күніме достарым көгершін сыйлайды деп ойламаппын. Мен көгершінді алдым да бөлменің ең бұрышына қойып қойдым, маған көрінбейтін жерге. Мені ол өте қатты қорқытты, бірақ ол көрініп тұрмаса да мені өте қатты қорқытты. Мен оның менімен бірге бір бөлмеде екенін білдім және бұл мені қатты алаңдатты. Барлығы қуанып, мені құттықтап жүрген кезде мен ішімдегі қорқынышты басып келдім. Мен қорқынышымды бастым, егер Айдана құрбым болмаса. Олар мені тортпен құттықтап жатқан кезде көгершінді тордан босатып, менің иығыма байқатпай қойып қойыпты. Менің иығымда көгершін тұрған сезгенде мен өте қатты ашуландым. Мен қатты айғайлап, қолымды сермеп бастадым. Тортты тікелей балаларға лақтырдым. Қорқыныштан шыққан көгершін бүкіл бөлмеде ұшып өте бастады. Бұл одан да зор. Мен өзімнің эмоциямды басқармай, өздерінің осынша көгершіндерінді алып кетіңдер деп айғайладым. Қонақтар менің жеткіліксіз мінез құлқыма жағымсыз әсер етті. Олар мені тынышталдыруға тырысты, бірақ мен өзімді басқара алмай, мен оларға дөрекілік таныттым. Ақыры олар кетті. Ата-анам шуды естіп тезірек менің бөлмеме кірді. Ата-анам менің осындай жағдайда тұрғанымды көріп шокта болды. Мен өз-өзіме келе алмадым, сол үшін дәрігер шақыру керек болды. Дәрігер бірнеше минуттардан кейін келіп, маған тынышталдыратын дәрі берді. Мен не үшін шошығаным туралы сұрады. Мен шындықты айтуым керек болды. Мен көгершіндерден қорқамын дедім. Дәрігер басын шайқап, маған сенде фобия бар деді. Дәрігер маған психологқа жазылуын сұрады, себебі көгершіндерден фобиясын жою үшін. Мен мектепке келесі күні барған кезде менімен ешкім сөйлеспеді. Олар маған ренжіген деп ойладым. Себебі мен олармен дөрекі сөйлестім ғой. Сәлден кейін менімен барлық сынып сөйлескісі келмейтіні туралы түсіндім. Менің туған күнімдегі туралы жаңалық бүкіл сыныпқа тарап кеткен сияқты. Біздің сыныптағы кезекші бала маған белгілі бір уақытқа дейін бойкот жариялады.
Бұл мені қатты ренжітті. Ал қалған күндері мен Елис сияқты мектепті араладым. Өйткені менің достарым, мен сыныптастарым мені байқамағандай болды. Жалпы елемеуге қарамастан мен өзімнің басты құпиям жайлы айта алмадым, яғни фобиям жайлы. Барлығы мені рахмет айтпайтын қыз деп біледі, бірақ менің фобиямды білсе, барлығы түсінеді. Сыныптың барлығы маған ренжіткенін қояды деп ойлап едім, бірақ жоқ. Мен мектептен шыққан кезде ішінде бояулары бар шариктерді ата бастады. Тіпті кейбіреулері кеше мен қазіргідей жағымсыз болдым деп айғайлады. Мен бұндай ұятқа қалуға шыдамадым да мектептің ауласына жүгіріп кеттім. Мен мектептің артына кіріп қалған кезде мен құрбым Айданамен кездесіп қалдым. Бірақ ол андағы балалармен бірге бірікпепті. Ол маған ренжіген түрде қарады да бұрылды. Мен үйге кіріп қалған кезде ең бірінші менің көзім тордағы көгершінге түсті. Бұған қарағанда менің ата-анам көгершінді сатып үлгермеген-ау. Мен қатты жындандым, себебі бұл көгершін менің өмірімнің барлығын құртты. Содан соң бұл торды лақтырып жібердім және бөлмеме қарай жүгіріп кеттім. Бүгінгі болған жағдайға қатты мұңайдым. Мектептегі жағдайлар, достарым, ал менің құрбым Айданамен сөйлескісі келмеді. Ал менің ақымақтай фобиям мені өте қатты жындандырды. Сонымен мен кішкене серуендеп шығам дедім, себебі эмоцияларым басылсын деп. Мен ешқандай автобустарға да мінген жоқпын. Жай музыка тыңдап жүре бердім. Ал мен орталық паркке барып едім, ал ол жерде адамдар жоқ болды. Мен тоқтадым, себебі музыкамды ауыстырып алу үшін. Содан соң мен әйтеуір жан-жағыма қарай бастадым. Мен орындықтардың қасында және қиқымдардың қасында тұрдым. Бұл жерге адамдар көгершіндерге тамақ беріп қалдырып кеткен шығар. Көгершіндер тамақ жеу үшін менің қасыма тұра бастады және жинала бастады. Мен бірде-бір қадам жасай алмай қалдым. Ал көгершіндер болса көп қосыла берді. Олар қайтадан менің аяғыма тиісіп талпа бола бастады. Мен бәрінен де қорыққаным олар қайтадан тамаққа таласады деп, және сол кезде өлемін деп ойладым. Мен ата-анама хабарласқым келді. Қырсық телефонның да қуаты өшіп қалды. Менің көздерімнен жас аға бастады. Мен қатты қорықтым. Олар маған міне үстіме мінеді деп ойладым. Мен оларды қолыммен сермеп жібердім. Олар ұшып кетті, бірақ сәлден кейін қайтып қонды. Мен осы кезде ішімде мені біреу құтқарар ма екен деп ойладым. Әлде құтқармаса мен есімнен ауышып кетемін деп ойладым. Бақытыма орай алдымда бір адамды көрдім. Бұл мені өте қатты қуантты. Бұл Айдана болып шықты. Мен оны өзіме қарай шақырдым және көмектесуін сұрадым. Ол мені тыңдамай кетіп қалған жоқ, қасыма келді. Мен оған өзімнің фобиям туралы айттым. Барлығын тез түсіндірдім. Менің көгершіндерден қорқатыным туралы да айттым. Ол күлді де, бұл сенің проблемаларың деді. Және маған ашуланып күліп кетіп қалды. Мен қайтадан кептерлердің арасында жалғыз қалдым. Ал олар болса менің үстіме отырайын деп жатыр. Мен бұндайға төзбедім де қатты жылап жібердім. Маған біреу көмектеседі деген ойдамын. Ал бір кезде менің қасымда менің психологым пайда болды. Мені кептерлердің арасында жылап жатқанымды көріп, барлығын түсінді. Ол ештеңке демей бірден менің қасымдағы құстарды қуып жіберді. Және мені өз-өзіме келтірді. Себебі менде қайтадан қорқыныш болмау үшін. Және психолог мені бұндай күйінде қалдырып кетпеймін деді. Үйіне дейін шығарып саламын деді. Ол жолда кетіп бара жатқан кезде мен өзімнің фобиямнан қорықпау керектігім туралы айтты. Ол мені енді өзінің сеанстарына шақырды. Себебі менің фобиямды тезірек жеңу үшін. Оған осындай көмегіне өте көп рахмет. Парктегі кептерлерден кейін психологқа көбірек көріну керек. Себебі өзімнің қорқыныштымды жеңу үшін. Сол менің психологым енді фобия жайлы ойлама деді. Уақыт өте келе достарыммен де араласа бастадым. Ал мен ескі достарымды кешіре алмадым, себебі олар мені қиын жағдайда тастап кетті. Тіпті Айдана да қалып қойды, себебі ол мені қиын уақыттарға тастап кетті. Бірақ мен бұндай шешім қабылдағаным жақсы болды, себебі мен жаңа достар таптым. Ал олар менің фобияма түсініспеушілікпен қарайды. Ал сіздер бәрінен де неден қорқасыздар? Видео ұнаса лайк басып тіркеліп кет. Достарыңмен де бөлісуді ұмытпа.